Бізге құрамында модуль таңбасы бар. Мынадай теңдеу берілген екен. Бұны шығарудың екі түрлі тәсілі бар. Бұның бірінші тәсілі, яғни мынадай модуль А, модуль Б-ға тең дейтін болсақ, яғни А тең Б және А тең минус Б деп мына екі жағдаймен шығаратынбыз. Сонымен, енді бұны келесі бір тәсіл, яғни екі жағында квадраттау арқылы есептейміз. Сонда бұның екі жағында квадраттайтын болсақ, сонда квадраттардың айырымына келтіруге оңай екен. Сонда бұл міне 4х квадрат минус 29х қосылған 51-дің міне квадраты, бұл тең 2х квадрат минус 19х қосылған 39-дің квадраты болды. Енді осы теңдіктің оң жағында тұрған мына өрнекті теңдіктің сол жағына өткізіп, квадраттардың айырымына келтіре салайық. Сонда бұл 4х квадрат минус 29х қосылған 51 азайтылған 2х квадрат қосылған 19х минус 39. Келесі бұны онда ортасында плюс таңбасына көбейтеміз ғой. 4х квадрат минус 29х қосылған 51 қосылған 2х квадрат минус 19х қосу 39 тең 0 болады екен. Ал енді бұны есептейтін болсақ, онда қазір 4х квадраттан 2х квадратты азайтатын болсақ, бізде қандай шығады екен, соны жазайын. Бірінші жақшаның ішінде 2х квадрат азайтылған 10х, келесі қосылған 12 деген шықты. Ал енді екінші жақшаның мәнін есептейтін болсақ, 6х квадрат азайтылған 48х қосылған 90 тең 0. Сонымен міне fx пен gx-дің көбейтіндісі 0-ге тең болса, онда бірінші fx 0-ге теңестірім және gx-ті 0-ге теңестіріп түбірлерінің, яғни бірігуін ала саламыз ғой, яғни осы 4 түбір болады, егер дискриминант 0-ден кіші болмаса. Сонымен бірінші мәнін есептейік, яғни бұл міне 2х квадрат минус 10х қосылған 12 тең 0 немесе 6х квадрат азайтылған 48х қосылған 90 0-ге тең деген шығады екен. Ал біріншісін есептейтін болсақ, мына жерге жазайық. 2х квадрат минус 10х қосылған 12 тең 0 десек. x1 және x2-ні табу үшін бұлардың барлығын мен 2-ге қысқартып жібере салсам, минус 5х қосу 6 тең 0 деген шығады ғой. Яғни x1 мен x2-нің біз 2 және 3 деген сандарға тең екендігін көріп отырмыз. Виет теоремасы бойынша түбірлердің қосындысы 5-ке, көбейтіндісі 6-ға тең болатын, ол 2 және 3 деген сандар екен. Сонда бұны мен былай жазайын, қазір өзгертейік. Мына жерін өшірейін. Сонымен бұл жерден біз таптық бұның түбірі неге тең болатындығын. Яғни міне бұдан x тең 2 және x тең 3 деген сандар шықты ғой міне. X тең 2, мынау x1, мынау екінші түбірі 3-ке тең болды. Ал енді келесі мына екінші бөлігін шығаратын болсақ, бұның барлығын біз 6-ға қысқартып жіберсек болады екен міне. 6х квадрат минус 48х қосылған 90-ды 0-ге теңестіріп, барлығын 6-ға қысқартсақ, минус 8х қосылған 15 тең 0 деген шығады. Бұдан бізде x3 деп белгілейік. Бірінші, екінші түбірі табылды. Үшінші түбірі Виет теоремасы бойынша қосындысы 8-ге, көбейтіндісі 15-ге тең болатын 3 және 5 деген сандар. Сонда міне 3, ал төртінші түбірі 5 екен. Сонда міне x тең 3 және x тең 5. Міне осы 4 түбірін алатын болсақ, онда бізде жауабы шығады мынан. Жауабы. Мұның жауабы 2, 3 және 5 деген сандар екен. Сонымен міне таптық, мына берілген, мынадай модуль fx тең модуль gx болса, бұны шығарудың оңай жолы квадраттап, мынадай квадраттардың айырымына келтіре салсақ болады. Немесе бұлай екі жағдаймен ашсаңыздар да болады. Бірақ соңында шығатын жауаптарыңыз тура осы 2, 3, 5 деген сандар болады екен. Мұнда жазып қойық, яғни мынау бірінші тәсілі. Екінші тәсілі модуль А, ол тең модуль Б болса, онда екі жағында квадраттап, Б квадратқа тең дейміз. Сонымен бұл А квадрат минус Б квадрат тең 0 деген мынадай теңдеуді шығарумен пара-пар екен.